Ким Докжа өзінің сүйікті туындысы «Ақырзаманнан аман қалудың 3 тәсілі» атты веб-романын ұзақ уақыт бойы оқып келеді. Бүгін ол роман авторы салған ең соңғы тарауды оқыды. Ким осы туындының ең алғашқы сөйлемін әлі күнге дейін ұмытқан жоқ. Метро вагоны Донхо көпірінің ортасында тоқады. Күнәға батқан адамзатты жазалау үшін құдайлар төзгісіз сынақтар жіберді. Романның басты кейіпкері Ю Джун Хёк және оның серіктестері осы сынақтарды жеңіп шығады. Бастапқыда роман өте танымал болды, бірақ сюжет дамыған сайын адамдар оны шынайы емес деп атай бастады. Көптеген адам оқуды тоқтатты. Сонда да мектеп жылдарында Ким осы оқиғамен өмір сүрді. Әрбір жаңа бөлім шыққан сайын ол баяндау желісін жоғалтпау үшін соңғы 2 тарауды қайталап оқып отыратын. Соңында қаралым саны 1-ге дейін түсті. Ол жалғыз адам Ким еді. Егер оны ешкім оқымаса, романды 10 жыл бойы не үшін оқу керек? Басты кейіпкер Ю Джун Хёктің кесірінен Ким оған қызғанышпен қарайтын. Оның командасы жауларын тізе бүктіретін және ешқашан артқа шегінбейтін. Бірақ жолдастары қаза тапқанда Ю Джун Хёк бұдан да күшті болатынына өзіне уәде берді. Ал Ким болса әрқашан әлсіз еді. Бұзақылар мұны пайдаланатын. Кейін Ким компанияға жұмысқа орналасты. Оның жұмыс келісімшарты аяқталған күні роман да аяқталды. Ким автордың неліктен Ю Джун Хёкті жалғыз тірі қалдырғанын түсінбеді. Мұндай финалдың мәні неде? Ким бұны қабылдай алмай ашулы пікір дайындады. Ол үйіне метромен қайтып бара жатады. Сол жерде Санганы жолықтырады. Ол да Ким сияқты бүгін жұмыстан шыққан екен. Тағы бір қызметкер Хан Сангаға қырындамақ болады. Ол оны барынша алыстатуға тырысады. Тіпті Киммен бірге бара жатқанын айтады. Хан оларды бәрінен жасырын сезімдері бар деп ойлап қалады. Кимнің телефонына автордан хабарлама келеді. Ол оған романды оқыған үшін алғыс айтады. Тек Кимнің арқасында ғана бұл оқиға өз соңына жетті. Ким өз пікір үшін кешірім сұрайды. Автор егер оған соңы ұнамаса, неге өзінікін жазып көрмеске деп жауап береді. Пойыз шұғыл тоқтайды. Бір дауыс адамдардың ақылы контентке ауыстырылғанын хабарлайды. Романда дәл осылай болған еді. Таккейби пайда болады. Ол адамдардың таңғалғанын түсінетінін, бірақ олар оны тыңдауы керектігін айтады. Бір ер адам пойызды қозғалтуды бұйырады. Ол онсыз да кешіп бара жатыр екен. Бұл Таккейбидің ашуын келтіріп, ол әлгі адамды өлтіріп тастайды. Қазіргі сәтте кез келген адамнан әлдеқайда жоғары тұрған асқақ тіршілік иелері әлемдегі ең дөрекі және ашкөз нәсіл адамдардың жазалануы тиіс деген шешімге келді. Адамдарға сценарийлер беріледі және олардың бұны қалай орындайтыны тағдырларын шешеді. Бірінші нөмірлі сценарий іске қосылады. 10 минут ішінде бір немесе одан да көп тірі жанды өлтіру. Орындағандар үшін олар 300 монетадан алады, ал орындамаса өледі. Заңдар мен мораль енді жұмыс істемейді. Тобыр әлсіз адамдарды ұрып соға бастайды. Ал Ким көрші вагонда өз тапсырмасын орындап қойған романның басты кейіпкері Ю Джун Хёктің отырғанын түсінді. Ким өзі білетін романның шындыққа айналғанын, демек болашақтың да солай болатынын ұғады. Ол басын бұрып үлгермей жатып, алып құйрық вагонды соғады. Онда қалай жазылып еді? Тірі жанды өлтіріңдер. Тірі жанды. Осы кезде оның көзіне құмырсқалары бар аквариум түседі. Ол бірнешеуін Сангаға береді, және бұл мәселені қалай шешуді білетінін айтады. Ким құмырсқаны өлтіреді. 300 монета сыйақы есептеледі. Бірақ бұл бәріне жетпейді. Хан бұрынғы бастық ретінде аквариумды тартып алғысы келеді. Бұл дүрбелеңді күшейте түседі. Алайда Намон бәрібір адам өлтіргісі келеді. Романда ол Ю Джун Хёктің командасында болған еді. Егер солай қаласаң, оның орнына сені өлтіре аламын. Ережелерді білетін Ким монеталардың күшін арттыруға жұмсайды, және шоқ жұлдыздың қолдауына ие болған Намонды итеріп жібереді. Ким әлдеқайда әлсіз болып қалды, бірақ осы кезде оған қарай ішінде жұмыртқалары бар құты домалап келеді. Ким олардың әрқайсысын жарып көптеген монета алады. Олардың бір бөлігін төзімділік пен ептілікке жұмсап, өте жылдам болып шығады. Бұл не? Небәрі 30 секунд қалды. Намон келісуге және адам өлтіруден бас тартуға тырысады. Бірақ Ким оның бұл хикаяға қажеті жоқ деп шешіп қойған. Ким әйелді қорғайды. Соның салдарынан уақыт аяқталып, Намон қаза табады.
тапсырманы орындап үлгермеген басқа адамдар сияқты. Токкейби адамдарды бірінші сынақтан өтуімен құтқарады. Шоқ жұлдыздарға бұл шоу ұнады. Енді адамдар өздеріне қызығушылық танытқан шоқ жұлдыздардың сыйын таңдауы керек. Тек біреуін ғана таңдау қажет. Ким шоқ жұлдыз демеушісінен бас тартады. Су қобыжығы көпірді бұзып өтеді. Адамдар арасында тағы бір аман қалған Ли Хёнсон бар еді. Ол да Ю Джунхёктің жасағынан. Ким оған жеке дағдысын қалай іске қосуға болатынын айтады. Соның арқасында Хёнсон есікті ашады және бәрі көпірге шығады. Ким кішкентай бала Ли Гильонды арқалап келеді. Көпірден өту туралы жаңа тапсырма беріледі. Бұл тапсырма көпірді толығымен талқандап жатқан теңіз қобыжығының кесірінен қиындай түседі. Ал пойызда қаза тапқандардың бәрі тіріліп, адамдарды асықтырады. Санга өз дағдысын іске қосып өтетін жол ашады. Ким жақын арада бұл жерде улы газ пайда болатынын айтып айқайлайды. Оларға метроға түсу керек. Ол жақта болашақтардың бірінде Джунхёк қаза тапқан. Ким егер Джунхёк өлсе, әлемдері не болатынын білгісі келмейді және оған көмектеспекші болады. Джунхёк зомбилерді жайбарақат жойып жатады және Кимнен Намонның неге өлгенін әрі әлемдерінің неге өзгергенін сұрайды. Ким бұған қатысым жоқ деп жауап береді. Джунхёк өтірік детекторы дағдысын іске қосып шындықты ашады. Ким өзінде пайғамбарлық дағдысы бар сияқты кейіп танытып, болашақ туралы айтады. Джунхёк метроның ішінде кездесуді ұсынып, оны суға лақтырып жібереді. Ол жерде Кимді жылан жеп қояды. Шамасы, мен бірінші болып өлемін. Бұл Ким үшін қобыжықты өлтіру атты жеке қосымша тапсырманы іске қосты. Осы кезде Токкейби жұлдызды стримді жүргізуін жалғастыруда. Ким Токкейбиді нақты есімімен атайды. Бихён таң қалады. Ким жұлдызды стрим туралы білетінін жасырмайды да. Ол стримді бірнеше минутқа тоқтатып сөйлесуді ұсынады. Токкейби жарнамалық үзіліс жібереді. Ким жоспар құрды. Ол Бихённың қызметі өсіп, тіпті Токкейбилердің ең жоғарғы бірінші рангіне дейін жеткенін қалайды. Бірақ ол үшін оған эксклюзивті келісімшартқа отыру керек. Ал Ким өз кезегінде жаңа шоқ жұлдыздардың назарын аудару үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бұл донаттар ағынын көбейтеді. Ким шотты тексерді. Қазірдің өзінде донаттар судай ағып жатыр. Бихён пайданы 50-50 бөлу туралы келісімшартқа қол қоюға келіседі. Содан кейін Ким қышқыл ағынын тоқтататын бірнеше зат сатып алады. Бұл қобыжықты өлтіреді. Мәселе олардың өте көптігінде еді. Біраз уақыттан соң Ким сценарийді орындайды. Сіз жасырын сценарийді сәтті аяқтадыңыз. Бұл үшін тұтас 10.00 монета беріледі. Бірақ Кимді бұл емес, қобыжықтың өзегі қызықтырады. Бихён оны эфирлік қаруларға айырбастау үшін аукционға шығаруы керек. Бихён сонымен қатар келісімшарт құрметіне шағын сыйлық береді. Бастапқы пакеттің ішінде Кимді газ тұтқыш қызықтырды. Ким қорлыққа шығып үлгермей жатып, ондаған шоқ жұлдыз оның демеушісі болуды ұсынды. Ким Бихённан барлық хабарламаларды өшіруді сұрайды. Тамақтанып жатқанда Ким аман қалған бір қызды тауып алады, тіпті оған метроға жетуге көмектеседі. Бұл қыз жергілікті бандиттер өлтіріп кете жаздаған Чон Хивон болып шықты. Романның арқасында Ким бұл бұзақыларды танитын еді. Ол ақшасын күшін арттыруға жұмсап, олардың әрқайсысын сұлатып салады. Шуға бір адам келеді, ол жергілікті басшы екен. Ким оны тіпті танымайды да. Сондай-ақ мұнда оның пойыздағы таныстары да болды. Гильон өзінің жәндіктерді басқару дағдысын ашты және олармен сөйлесе алады. Санга басшының есімі Инхо екенін айтады. Ол адамдарды қобыжықтарға аңшылық жасауға және монеталарын адамдармен бөлісуге көндіреді. Ким мұнда Джунхёктің жоқ екенін түсінеді. Бұл оның шешімдері романның тарихын өзгертпегені туралы ойландырады. Топ бірнеше сағаттан кейін тұрған үшін ақы төлеу керектігін хабарлайды. Инхо Кимнің кіреберістегі топты қалай жайратқанын көргендіктен Кимде монета өте көп деген қауесет таратады. Ким Инхоны есіне түсіреді. Ол романдағы жаман адам болған және өз монеталарын бермейді. Шындығында Инхо шоқ жұлдызға сатылып, жартылай қобыжыққа айналған. Ким қару жасап, отряд туннельге аттанады. Ол бандиттердің адамдарды өлтіріп, ақшаларын тартып алатынын, сосын оны қобыжықтардан алғандай кейіп танытатынын айтады. Тас қараңғыда жүру онша жақсы емес.
Сол кезде Гиллион жарық қоңыздарын шақырады. Құбыжықтар жинала бастайды. Олар тойтарыс бергенімен саңганы ұстап алып кетеді. Олар оны егеу құйрықтар храмынан табады. Жаңа тапсырма қараңғылық сақшыларын жою. Ким құбыжыққа шабуыл жасайды, бірақ оның күш алаңы соққыны кері қайтарады. Хёнсонның қысымы құбыжықты төбеге секіріп, иллюзиялық түрме жасауға мәжбүрлейді. Ол адамның санасын жаулап алып, оны ең қорқынышты естеліктеріне жібере алады. Ким Хивонды құтқарады, бірақ Хёнсонды босата алмайды. Соққыдан бірнеше кристалл түсіп қалады. Ким Бихённан дүкенді ашуды сұрайды. Онда ол ақ жұлдыз энергиясын сатып алғысы келеді, бірақ оған ақша жетпейді. Жетпеген соманы жинау үшін бірнеше құбыжықты өлтіруге тура келеді. Ақ жұлдыз қаруды күшейтіп, тапсырманың босын о дүниеге аттандырады. Бұл иллюзияны бұзады. Тапсырманы орындаған үшін Хивон қанжарлар, Хёнсон қолғап, Гиллион шлем, ал Ким қылыш сынығын алды. Егер оған сенім эфирін қосса, қылыш басқа кейіпке енеді. Гиллион төбелес кезінде қандай тастардың түсіп қалғанын сұрайды. Ким олардың көмегімен өзіне иллюзия орнатуға болатынын айтады және отряд станцияға оралады. Хивон бандиттерден кек алады. Ол үшін шоқ жұлдыз оған зұлымдықпен күресуге көмектесетін дағды сыйлайды. Инхо бағанды қиратып, шайқасқа түсуге мәжбүр болады. Ол өте күшті, бірақ Хивон бәрібір жеңеді. Адамдар қызды тоқтатады. Олар бұл тапсырманың аяқталғанын қаламайды. Одан да әрқашан тұру ақысын төлеп, жаңа сынақтарға шықпаған жақсы деп есептейді. Кенет ол өте қауіпті болып шығады. Тобыр бандиттерден түскен монеталарды жинап алады. Инхо қашуға тырысады. Хивон оны қуып жетеді. Бірақ күш алаңы станциядан шығуға мүмкіндік бермейді. Инхо мазақтап үлгермей жатып, Ли Джису атқан оқ тиеді. Ол қоршаудан шығу үшін жаңа тапсырманы орындау керектігін айтады. Бір дауыс станцияда 104 адам аман қалғанын хабарлайды. Оларға жасыл аймаққа тұру үшін 10 минут беріледі. Ондай орын тек 52. Басқа топтың басшысы Пилду ең жақсы аймақты басып алған. Олардың аумағына ешкім кірмеу үшін ол жеке аумақ атты қорғаныс дағдысын қолданады. Ким командасына бөлініп, жасыл аймақтарды табуды өтінеді. Ю Джунхёктың хабарын жеткізу үшін Ли Джису пайда болады. Ол Кимнің өз тобынан кетіп, осы түнді жалғыз өткізуін қалайды. Бағына орай Кимде жасырын жасыл аймақтар туралы білім болды. Осымен бірге 10 минуттан соң станцияға құбыжықтар басып кіріп, жасыл аймаққа кіріп үлгермегендердің бәрін өлтіреді. Ким командасына жасырын аймақтарды қайдан табуға болатынын айтады. Құбыжықтардан қашудың орнына тура олардың шығатын жеріне бару керек. Ким Гиллионды сондай аймақтардың біріне апарады, бірақ ол жерде Ю Джунхёк тұр еді. Ол аймақты мүлдем пайдаланбай-ақ аман қалатындай күшті еді, бірақ ол жерден кеткісі келмеді. Ким Гиллионды береді, өзі кристалды жейді. Ким романның соңына ауысады. Онда Ю Джунхёк аман қалу үшін бүкіл адамзатты құрбан еткен еді. Мұның бәрі ондаған рет қайта тірілгеннен кейін, оның адамдарды нағыз қоқыс деп түсінгендіктен еді. Біраз уақыттан соң Ким есін жияды. Оның командасынан ешкім қаза таппаған. Ким бүгін Ю Джунхёк отты айдаһарға қарсы тұруы керек екенін және үлкен ықтималдықпен қаза табатынын есіне түсіреді. Бихён шоқ жұлдыздарға бұл ойын ұнамағанын хабарлайды. Жаза ретінде енді тек бір ғана аймақ қолжетімді болады. Ол тура Пилдудың астынан шығады. Ким барлық жинаған ақшасын пайдаланып Пилдуды сатып алғысы келеді. Пилду қуана келісіп платформаны береді. Бәрінің таңғалысына қарай Ким оны қиратып тастайды және адамдар тығылғанша өз өмірлері үшін күрескенде құрбандардан құтылуға болатын еді деп қосады. Кетер алдында ол Пилдудан адамдарды қорғауды сұрайды. Пилду адамдарға өзінің VIP аймағына кіруге рұқсат береді және барлық қару-жарағын іске қосады. Құбыжықтар шабуылға көшеді. Пилду оларды оқ жаудырып тоқтатады. Ал өтіп кеткендерін команда жайратады. Отта айдаһар пайда болады. Ю Джунхёк оған бірден шабуыл жасайды. Шоқ жұлдыздарға сценарийге жоғары деңгейлі ойыншының кіргені ұнамайды, соның салдарынан қиындықты арттырады. Бүкіл станция ғарышқа ауысады, ал айдаһар сауытпен қапталады. Бір ғана соққыдан Джунхёктың қаруы сынады. Айдаһар соққы жасайды, бірақ Джунхёк берілмейді.
Ким оттан қорғайтын бастапқы жиынтықтың заттарын қолданады. Санга Джунхёкті алып шығады, ал шайқасқа Ким кіріседі. Айдаһардың жалыны оны өлтіре алмайды. Оларға көмекке Гильон басқара алатын алып қоңыз ұшып келеді, бірақ оның ауырсынуы балаға да беріледі. Айдаһар қоңызды оңай жеңеді. Хёнсон досының жараланғанын көре алмай, ол да құбыжыққа шабуылдайды. Қолғабы энергиялық қалқан шығарады. Үйлесімді жұмыстың арқасында отряд айдаһарды тығырыққа тірейді, құбыжық ұшуға мәжбүр болады. Осының алдында Ким айдаһарды тек жүрегінен ұрып өлтіруге болатынын, бірақ шабуылдаушының да өлетінін айтады. Есесіне, айдаһардан адамды қайта тірілтуге мүмкіндік беретін зат түседі. Ли Джису айдаһардың жүрегін қорғайтын пластинаны теседі. Бұл уақытта Ю Джунхёк басқаларын жайратып салып, айдаһарға қайта шабуылдайды, бірақ оның соққыларынан қаза табады. Барлық адамдар буланып кете бастайды. Осы сәтте нарықта өзек сатып алынады. Ким сенім эфирлерін алады. Енді ол қылышты айдаһар қарсы тұра алмайтын бұдан да күшті нұсқаға айналдыра алады. Сыйақының арқасында Ю Джунхёкті қайта тірілтіп үлгереді. Барлық адамдар жеңіске қуанады. Бірақ бұл олардың сынақтарының басы ғана. Мен достар таптым және енді олармен бірге өз финалымызды жазамыз. Осымен бірінші бөлім аяқталды.